Ғаламтордың пайдасы мен зияны. Мақсаты: бұл әлемде ғаламторды қолданбайтын адам мыңның бірінде ғана болуы мүмкін. Бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың 90%-ға жуығы ғаламторды қолданады. Яғни ғаламтордың маңызы зор. Ғаламторсыз адам өмірін елестету өте қиын. Күн өткен сайын адамдар ғаламторға тәуелді болып барады. Осылардың бәрін зерттеу, білу, оны өзімізге, келешек ұрпаққа өнеге ету, бүгінгі біздің ұрпақтың қасиетті борышы екенін түсіндіру. Ғаламтордың пайдасы. Дерек мәліметті алуға болады. Ғаламтор арқылы электрондық кітаптар оқуға болады. Ғаламтормен басқа тілдерді меңгеруге болады. Ғаламтормен сабақ оқуға болады. Ғаламтордың зияны. Көзге зиян. Есте сақтау қабілеті нашарлайды. Сабаққа кедергі жасайды. Уақыт босқа кетеді.